Ал жаке қазіргі айтыстарды жаттайсыз ба? Жоқ. Қазіргі айтыстарды жаттамаймын. Қазіргі айтысты жаттау былай тұрсын, мен есік алдында айтыс болып жатыр десе далаға шықпаймын қазір. Неге? Білмеймін, ондай бір әлгі Нұрлан Мұсайыптың айтатыны бар еді. Құлағым қотыр жырдан жауыр болды, құланның тасқа жаған тұяғындай деп. Ондай бір біздің буын, айтысқа келген біздің буын, осының ішіне мен өзімді де қосып айтып отырмын. Біздің буын өте бір болбыр буын болды. Мысалы, айтыстың алғашқы легінде енді Әселхан апаларымыз, Әсия апаларымыз, Қонысбай ағаларымыз шықты ғой айтысқа. Ол кезде халық айтысқа қол соққан жоқ. Ол кезде халық адамның, өнер адамының шапан киіп домбыра ұстап шыққанына қол соқты. Өйткені соған шөліркеп қалған, әбден кеңестік идеология сіңіп қалған халық еді ол кезде. Ал сол жерден жаңа Әселхан апаларымыз ситуацияға байланысты суырып салып, 4 қатар өлеңді айтып жүрген кезде дуылдап тұрып, Ленин сарайы керемет қол соғатын. Кейін айтыс сұрыпталды, халықтың да талабы күшейді деген сияқты Бекарыс ағаларымыз, Мұхамеджан ағаларымыз, Аманжол ағаларымыз, Оразалы ағаларымыз шыққан кезде бұл айтыстың шын мәнінде алтын дәуірі болды. Өйткені әрқайсы жаңалық болып келді айтысқа. Әрқайсы өзінің туып өскен өңірінің мектебін дамытты. Тіпті олардың өлеңдері газет бетіне түссе, авторын көрсетпесе де, оның сөз саптау стилінен кім екенін анықтап алатындай еді халық. Ал біздің заманымыздағы айтысты қарасаңыздар, синонимдес жұмақтар. Бәрі синонимдес жұмақтар. Мысалы, мен Айнұр Тұрсынбаеваға айтуым мүмкін. Айнұр, сен автосалон екенсің, анау мынау деп, екінші ақын шығуы мүмкін. Дәл соның автосалон емес енді, ол жерде не деуі мүмкін. Мәшинеге қатысты бір нәрсе айтуы мүмкін. Бәрі синонимдес жұмақтар. Тілге қатысты проблема айтсақ та, өңін айналдырып, тонын айналдырып айта береміз да. Айтылып жатқан идея бір. Ал айтыстаған негізгі әр ақынның өзінің идеясы болу керек қой. Бәрінің бірдей ойлаған, ешкімнің ештеңе ойламаған дегендей, бәріміз бірдей ойлайтын болғандықтан бір сарында айтыстар. Бұл проблеманың бір төркіні неден енді, сіздің ойыңызша? Бұл проблеманың төркіні айтысты жіті талдайтын адамдар жоқ.